Ассалаумағалейкум, алыстан, жақындан келген қонақтар. Қадірменді ағай туысқан Близкашу ағайынға өзінің ойын салды. Міне 2 айдың ішінде бүгін толық орындалып отыр. Сол қанаттағы отан соғысының ардагерлерге сол кезде 1941 жылы марқұм Аманқұл Тәжиев ақсақалдың колхоздың төрағасы болған. Соғыстың дерегінде осы ауылдан 102 азаматты соғысқа шарықтаған екен. 45 атамыз отан соғысынан оралмады. 54 атамыз отан соғысынан аман есен оралып, 6 атамыз белгісіз. 2 атамызды хабар дерегін таптық, 4 ата әлбесіз. Жалпы 102 атаның аталарымыз ішінде 96 атаның есімі тақтада жазылды. 10 қанаттан міне бүгін сіздер куә боласыздар. Тыл ардагерлері айтып өтейін. Кешегі қилы заман аласапыранда қазақ тарихында талай зұлмат жылдар болды. 1938 жылы ашаршылықтан 2,5 миллион қыштан қырылды. Және 1937-38 жылдары репрессия құрбандары 25 мың адам атылды. 100 мың адам қуғын сүргінге ұшырады. Міне кішкентай біздің ауылдан 3 атамыз осы құрбаны болды. Репрессия құрбандары. Және әскер кезеңде еңбекте жарамды трудовой армия дейміз. Еңбек армиясынан 12 атамыз. Қысқа ғана тұрған сөзіп, ашасын сүздерсі 2 минуттан қостар. Ағай тұрыш не? Мен YouTube шығарамыз, жерін аласыңдар ғой? Иә, бұл сіздің аламыз бар. Құрметті ауыл тұрғындары, менің апаларым, ағаларым, інілерім, келіндерім, қыздарым, немерелерім, мына бүгін үлкен береке, бүкіл дүниежүзі тойлап жатқан жеңіс күні ауылда үлкен іс-шара болып жатыр екен. Мынау іс-шарамыз құтты болсын бәріңізге. Бұл қандай іс-шара деген уақытта алдыменен еске алынатын нәрсе не? 50 миллионға жақын адам құрбан болды осы қырғын соғыста. Бұны бастаған да, бұны жасаған да, ол мынау неміс фашист басқыншылар еді. Енді үлкен абыройменен 5 жылдың ішінде тас талқан жасап Рейхстагқа ту тігілді. Оның жасаған бірінші ту тіккен кейінгі уақытта анықталып жатыр. Қазақ жігіті болып шықты. Рахымжан Қошқарбаев деген. Біз кезінде оқыған уақытымызда оны бірінші болып ту тіккен Егор Кантария Егоров деген осы екеуді бізде сонда миымызға сіңдірген еді. Кейінірек барып анықталғандай, бұны бірінші барып Рейхстагқа ту тіккен біздің қазақ Рахымжан Қошқарбаев екен, Григорий Булатов екен. Міне көріп отырсыздар. Қазір міне содан бері қарай 80 жыл өтіпті міне. Содан бері әр жылы біз ұмытпай осы күнді тойлаймыз. Бұл тойлауменен бөлек біздің елде осыған үлес қосқан үлкен аталарымыз бар, бабаларымыз бар. Солардың атын мәңгі қалдыру үшін осы елдің ынтымағының арқасында, бірлігінің арқасында үлкен мінекей обелиск жасалып, қазір 10 шақты жыл болып қапты. Енді одан бөлек қазір мен алдыменен айтайын осы азаматтардың. Біз білуіміз керек, бұл өзінен-өз болатын нәрсе емес. Мына Пердебек деген азамат бар. Алшынбек деген азамат бар. Арыстан деген азамат бар. Мына Қаныбек деген азамат бар. Осы төртеуінің басшылығында мінекей Аллаға шүкір еліміздің бүкіл елдің алдында мына осындай үлкен обелиск ашып, бәрімізді үлкен бір қуанышқа бөлеп отыр. Бұл ата талмай кеткен азаматтар. Осында көптеген азаматтардың осында бүгінгі қатысып отырған. Солардың ата-бабалары мынау. Бұлардың ата талмай кетуі мүмкін еді.
міне еті тірі жігіттердің арқасында, осылардың еңбегінің арқасында, ынтымақ осылардың ұйымдастыруының арқасында мінекей мынау обелиск ашылайын деп тұр. Үлкен рахмет айтайын. Дені сау болсын, бала шағалар аман болсын. Осындай жақсы тірліктер елге, халыққа жасалына берсін. Бәріңіз аман болыңыздар. Құдай қаласа жақсылықтар басымыз қосыла берсін. Міне жерде көптеген біздің замандастарымызда көріп отырмын. Онымен күніге кездесе бермейміз. Бәрің аман болыңдар. Көптеген бізбенен құрдастардың бәрі дүниеден өтіп кетті. Солардың жатқан жер топырағы торқа болсын. Алла ынтымағымызды берсін. Құдай қаласа жақсылықтар көп болып, осындай жақсылықтарда бәріміз аман есен болып, төрт көзіміз түгел жүре берейік. Рахмет. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әумин. Рахмет Ораза көке. Ауылдама көке. Қызыл лентаны кесіп үлкен салтанатымен қарияларға беріп ұсынып отырмыз. Ораза көке. Ораза көке заманғы көкеге жақындаңыздар міне. Міне 285 Шабалақ. ата-әжелеріміз Шабалақ көшемен ашылған отырмыз тақтадан. Өте тарихи сәт. Ал енді тартып жіберіңіздер. Екі шеттен тартып жіберіңіздер кәнекей. Заманғы көке тартыңыздар мына жерде. Кәнекей. Алда, иә алда. Кәнекей, міне. Шабалақ көшемен міне. Айта білгендей болды. Міне ортамызда. Рахмет сіздерге. Қазір сәл сабырлы отырыңыздар атталар міне. Алдарыңызда Ораза көке мына жаңа гүл шоқтарын Ораза көке заманға көке бергеніңіздер. Әлі сәл сабырлыңыздар, сабыр. Ораза көке заманға көке гүл шоғын ересін сояға қойыңыздар. Асқар көке істемекіздер көке. Ораза заманға көке мына гүл шоқтарын аталар өте соғыстарына ерлеріне. Абдыразақ көке, Асқар көке сіздер қариялар, кәжечечка. Екі қария Оразақ аға мен заманға көке еретсем ересінде сақчичек. Только нәқ көке сіздер еқылды аталарға. Екінші Абдыразақ көке, Асқар көке. Міне Асқар көке міне анасы үшін. Одан кейін міне Мұхтар айнала Мейіржан біздің мынау әкімдер Болат көке келіңіздер. Әлбек көке. Міне сіздер ардагерлеріне. Екі бөйін үркемнің. Чарқар сағат сіздер мінеға. Кас, кіргізіп сәтсәл кәс сәлім отырды кәс. Тойғасын күлдер. Өмір заманы тұрбайын дейді міне. Бірінші қайтадан жаңарды. Қайтадан жаңғыртылды. Үлкен рахмет сіздерге. Жерге астына қойыңыздар, астына. Қой. Ұшақтарын қой. Астына тұрыңыздар, сөндір сөз. Астына тұрыңыздар. Сабырлаңыздар қазір. Конечно, үсіз жамлайсың. Тұрсын бәрі орында. Осы аталарымызды 1 минут үнсіздікпен еске алайықшы ғана. Сабырған 1 минут ата-әжелерімізді үнсіздік жаралаймыз. Рахмет. Алда келіңіздер, жалпы барлық ішке шақырамыз, келіңіздер, кеуріңіздер міне, ата-әжелерді міне, келіңіздер ажапалар, міне аналар аталар көріңіздер міне, танысыңыздар міне. Чернаймен туақты шырды, Чернаймендегі мәдениет елдерге жиын етеді, салтанатты жиын, үлкен концерттер, сәлді жалғасады мәдениет үйінде. Көре ме? Көшеттен қойы барсақ, арсылы сендерді. Құрметті қонақтар, ауылдық мәдениет үйінің үлкен залына кіріңіздер жерді, үлкен салтанатты жиындар жалғасады. Естеліктер, үлкен дайындалған концерттік бағдарламалар жалғасып табады.
Mine Kamborgan'dan Candarбек okun бастаған mine. Bауырларымыз келіп, ассаламу алейкум. Блогер болып келсін бесен де әдемі тамаша. Малыбай Оразалиев ауылындағы жаңадан шыққан Төненов. Ағайын, құрметті жерлестер, ағайын туыстар, бүгін бір ерекше бір толқыныстың үстінде тұрмын. Өзімнің кіндік қаным тамған жер, әке шешемнің жүрген жері, еңбек еткен жері, ағайын туыстарменен бірге ойнап, күліп, осы жердің топырақтарын бірге шаңғытып жүрген жер. Бізге дүниесіндегі барлық түкпір-түкпірді көргенменен осы жерден артық бізге ыстық жер жоқ. Барлық уақытта осы жерді сағынышпен еске алып отырамыз. Әрбір осы жерде болған жағдайдың бәрі естен кеткен жоқ. Қазір ғана осында біздің уағымызда жүрген, бірге жұмыс істеген, не болмаса сыйласқан осында ағалар бар, апалар бар. Солармен кездесіп бір пәріміз ашып қалған жағдайымыз бар. Бұл ешқандай сөзбен айтып жеткізбейтін нәрсе. Адам мәңгі емес қой. Мәңгі болатын болса, осы жерде басқа адамдар топырлап бұл жерде сыймай отырған болар еді. Сол біздің аталарымыз, сол біздің ағаларымыз, сол біздің інілеріміз керек болатын болса. Солардың барлығы қазір дүниеден өтіп кетті. Олардың барлығы мына жерде жатыр, мынау төбеде, бұл жерге сыймай ана жаққа қазіргі уақытта мазаратта ауыстырып. Бұл өмір болғаннан кейін өмірге келеді адам, өмірден кетеді. Сондықтан бұл
әйтеуір өзінің уақытысымен келіп, уақытысымен кетсе екен дейміз ғой. Енді бұны айтып отырғандарым не? Мына бүгінгі жасаған үлкен сауапты тірлікті мен айтқым келіп отыр. Ол адам мәңгі болмағаннан кейін оның аты ұмытылып кете береді. Ал енді осындайда соның еңбегін елеп, солардың сол кездегі істеген еңбегін елеп, міне жерде мұра-мұрға ойып тұрып жазсам, бұл енді үлкен құрмет болып табылады оларға. Қазір міне жерде ас беріліп, Құран оқылады. Біздің жастарымызға үлкен тәрбиелік мәні бар бұл. Өзінің ата бабасын бар уақытта еске алып, сол құрметтеп қастерлеп отыратын болса, біздер жақсы ел боламыз. Ынтымағымыз жарасқан ел боламыз. Мен көптеген жерлерде жұмыс істедім. Бірақ маған осы жерден ыстық жер жоқ. Осы жерден сұлу жер жоқ. Сондықтан мына бағалайық, менің айтайын дегенім. Бағалайық бір-бірімізді. Бір-бірімізді қадірлейік. Бір-біріміздің сыртынан жаман сөз емес, жақсы сөз айтайық. Кекесін деген сөзді қою керек. Боқтау деген сөзді қою керек. Бұл өмір өтеді де кетеді. Кеше ғана міне жерде жүрген балалар қазір көріп отырмын. Сақал мұртын қойып, мосқал тартып қалған адамдар бар. Сондықтан ертеңімізді ойлайық. Біздер адам баласымыз ғой. Бізге ешкімнің ақылының керек жоқ. Бізге ешкім керек жоқ. Осы жерден артық ешкім жоқ бізге. Сондықтан мынау жасап жатқан, мынау жігіттерді ұйымдастырып жатқан, Перлебек дедік, Алшынбек дедік, Арыстан дедік, мынау Қаныбек. Одан да басқа азаматтар көп әрине еңбек сіңірген. Мен біліп отырғаным осы. Осыларға үлкен рахмет айта отырып, мына бүгінгі мейрамдарымыз құтты болсын деп айтқым келеді. Алла осындай мейрамдарымыз көп қылып, деніміз сау қылып, төрт көзіміз түгел қылып, осындай жақсылықтарда бас қоса берейік. Аман болайық. Жақсылықта кездесейік. Мынау жігіттерге тағы да рахмет айта отырып, бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Мерекеден мерекеге жете берейік, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Құрметті бүгінгі іс-шараға жиналған ағайын туысқан бауырлар, мына енді Орекең көп нәрсені айтып кетті. Бізде жалғастырсақ, мына зұлмат соғыстың 80 жылдығы қанша адамның өмірін қиды, қанша жетім балдар болды, қанша ағайын туысқандар зарлады. Ал енді соның 80 жылдығын атап өтіп, осы 65 жылдығында да біз осы сол нені 65 жылдығына соғысар деген несін тұрғыздық. Мінекей ол кезде қанша адамдар бар еді. Сол кездің өзінде қазір міне сиреп қалды. Жаңа Орекең айтқандай, өмір болғаннан кейін өтеді, кетеді. Бірақ мына істеп жатқан тірлік жастарға, біздің жастарымызға тәрбиелік мәні бар. Сол тәрбиелік мәнін жастарымыз ұғына білсе, ұға білсе, біз жақсы өмір сүреміз. Неге десеңіздер, қазір біз жастарға сенеміз деген бір абай атамыз. Мінекей, сол жастарымыз ұйымдасып, Құлатай көкемізге де қанша тірлік істеп, оны да жарыққа шығарып қойдық. Ал енді бүгінгі мына істеліп жатқан тірліктер, мен қазір 75-ке келдім. Сол 75, сол кезде есімді біліп, сол біздің бері қарай ойланатын болсам, неше адамдар өмірден өтіп кетті. Қазір мінекей, сол кезде кішкентай жас балдар қазір сақалды, салиқалы үлкен азаматтар болды. Ал енді олардың орнын толтыратын біздің келешектегі жастарымыз. Міне жастарымыздың арқасында осы тірлікті бастап, бұны да аяқтап, міне сіздердің қуанышқа қуаныш қосып отырмыз. Рахмет дегендеріңізге көптен көп жасасын. Мына мәліметтер Орекең айтып кетті ғой. Бәрі атылған, сөйлде айтылған, жазылған, естетіңізде болса, ағайын туысқан бауырларыңыз, апаларыңыз, не аталарыңыз бар сөйлді. Оқып, біліп не аласыздар. Мына монументіміз құтты болсын, жастар аман болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
Ассалаумағалейкум, қадірменді халайық, құрметті туғандар, бауырлар, туысқандар. Мына бүгін тарихта ойып орны қалар үлкен бір іс-шара болып отыр. Себебі осы елді мекенде қасымыздағы Шіркен ауылында, Шымкент қаласында өмір сүрген бүгінгі күнде бірі бар болса, көбісі о дүниелік болып кеткен ата әжелеріміз, ата бабаларымыз арналған мына жерде есік ашылды. Сол есікте соғыс жылдарында 5 жыл бойы, оның соң кейінде тылда еңбек етіп, өздерінің бар қызметін отан үшін, майдан үшін, жеңіс үшін деп еңбек еткен азаматтардың аты ойылып, мәңгілікке қалдырылды, жазылып. Сол өлі разы болмай, тірі байымайды дейді, бұрыннан келеткен сөз. Ал енді осылардың осындай еңбегін бағалай отырып, біз кейінгі ұрпақ ақылдаса келіп, мына ағайындар бәріміз бас болып, осыны тұрғыздық. Сол тұрғызған азаматтарға, сол жердегі жатпай тұрмай қызмет жасаған, кешегі түнгі сағат 12-ге дейін ретіне келтіріп, бүгін мінекей осындай үлкен әдемі керемет салтанатты түрде ашылуына қызмет жасаған жігіттердің бәріне алғысымды білдіремін. Шіркен ауылының атынан мерекелеріңіз құтты болсын. Мерекеден мерекеге 4 көзіміз түгел жетуін Алла нәсіп етсін. Рахмет. Оны сөз кезеген Шымкент ауылдық округінің әкімі Мейіржанға береміз. Қайырлы күн, және қадірлі қонақтар. Міне бүгінгі 9 мамыр ұлы жеңістің 80 жылдығы мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Бұл күн қайсарлық пен ерліктің күні, батырлық пен отан сүйушіліктің символы болып танылады. Бұл бейбіт өміріміз үшін, қазіргі таңда тыныш заманымыз үшін атсалысқан, соғысқан ата бабаларымыз ешқашан ел естен шықпайды. Барлықтарыңызға дендеріңіз саулық, отбасыларыңыз амандық, жеңіс күні құтты болсын. Құрметті қонақтар, қадірменді ағайындар, мынау жас болса да Рахым Жандарбаев деген мына айналды, сәл берсіз. Өте көп еңбек келіп жатыр. Күні түні барлық ауылдағы көріктендіру осы міне кеше осы бас қасында жүрген өте істенбас, жастарды ұйымдастырушы, өте қабілетті зор азаматпыз, биыл сайлағанбыз. Мына айнала Рахымы, үлкен еңбегі шан тегіс, бәріміз білеміз. Осындай үлкен табыс тілей отыра, ауыл биі үлкен беделі, ауылдың бірлігін ұйытқысы болған Рахым. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, ауыл тұрғындары, аталар, әжелер. Мына бірінші ұлы жеңістің 80 жылдық мерекесімен құттықтаймын бәріңізді. Дендеріңізге сау, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Мынау бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, ауыл болып, ағайын болып, туыс болып, мынау көтеріп атқан, ашылып атқан, бүгін тыл ардагерлерімізге ашылып атқан монументіміз. Бәріңіз сіздердің осында тұрған қонақтардың, ағайындардың арқасында бәріңізге рахмет. Мейрам құтты болсын. Осындай тек қана жақсы замандарда, бейбітшілік заманда, осындай тек қана сіздесіп, үйстіп, қонақжай болып келе беріңіздер. Мейрам құтты болсын. Ал енді мына ортамызда Арыстан Нұртаев ағамыз бар. Ол кісінің үлкен еңбегі жатыр. Ариге. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Бүгінгі мына іс-шараға жиналған қадамдарыңызға гүл бітсін. Құда қаласа осындай игі іс-шаралар ауылымыздан молынан болсын, жалғасын таба берсін. Мына мейрам құтты болсын. Жеңіс күндерін жылдар тойлай берейік. Құда қаласа келесі жеңіс күніне дейін аман есен сау жүре берейік. Жеңіс құтты болсын. Құрметті ағайындар, мен уақыт көп ұстамайын. Осы ағалар тұрғанда осы ізгі тілектеріне бірден қосыламын. Рахмет баршаңызға, елден ынтымақ бірлік болсын деп. Ал енді ұйытқысы болған осыны, бастамасы болған қорытынды әдеби жақсы тілегін Пернебек аға сізге. Құрметті ауыл тұрғындары, құрметті мына ұзақтан жақыннан келген қонақтар, қадірлі ағайындар, мен бұл бастама бастау оңай. Ол бастаманы алып кететін, сөзіңе сөз қосатын, ақыл қосатын ағайын туысқан, іні бауырлар өте қажет. Мен сіздердің алдарыңызда
мына жерге бір аз ғана құттықтау жазып едім. Мынау үлкен кісілердің сөзін бөлместен бұл құттықтауды қоя тұрып, өзімнің шын ниетімменен осы барлықтарыңызды ұлы мереке жеңістің 80 жылдығына құттықтаймын. Мынау бүгінгі тыл ардагерлеріне қойылған жаңағы обелискі деп жатыр ғой. Осы обелискі туралы бастаманы бастадым, ал бірақ ол бір адамның қолынан келмейді. Жаңа Орекең айтқандай 5-6 жігіт, жалғыз 5-6 жігіт емес, ауыл болып жәрдем берді. Ауыл болып керек болатын болса Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі алашүктер, ағайын бауырлар үлестерін қосып, осындай дәрежеде, осындай жағдайға тұрғыздық. Бұл бастаманы бастап, өзіміздің ойымызбен, не болмаса мына Қаныбек Арыстан Алшыбектің ойымен емес, әр күні 2-3 күнде бір мына Орекеңдермен хабарласып, Төледияр Мұхтармен, Қалекеңмен хабарласып, қай жерде кемшілігі бар, қай жерде несі бар сұрап отырдық. Ал енді мынау бүгінгі осы жұмысты басқарып отырғанымызбен бізге көптеген жәрдем берген осында көптеген азаматтарымыз бар. Ол кісілерден бұрын, ол кісілерді қазір шақырып марапаттаймыз. Олардың алдында мына Абдыразақ көкемді шақырсақ, Замахан көкемді шақырсақ, ауылдың қарияларын айтып жатырмын. Құралбек көкемді шақырсақ, Жақсылық көкемді шақырсақ, одан кейін Қалдар көкемді, одан кейін мынау менің қасымда күн түндемей қызмет істеп, машиналарын аяғының астына қойып тұрған мынау Алшыбек ортағымды шақырсақ, Берік бай бар мына жерде, мына Нұрсейіт үйдің қасынан күндіз түні сөз жәрдем беріп, үйіндегі инструменттерін алып келіп, постоянно біздің қасымызда тұрды. Еркінбек Мырзакелдиев Еркінбек бұл бастаманы бастағаннан бұрын, біз бұдан 15 жыл бұрын мынау Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне қойып жатқанымызда Еркінбек екеуміз ақылдасқанбыз. Еркінбек сонда маған айтқан, Пернебек, Құда қаласа күннің күні келеді, біз де мына жерге осындай қоямыз деп. Сол бастаманы бастап, шатқа жазып жібергеннен кейін сразу Еркінбекпен хабарластым. Еркінбек қолдады мінекей. Енді жалпы Алла жар болып барлығы қолдап, осындай дәрежеге келдік. Бұл сіздердің еңбектеріңіз. Мынау қазіргі қазір мынау төрде отырған ағаларымыздың аяғы ауырмасын, біздің өзіміздің осы кісілерге арнайы алған шапандарымызды жауып алайық. Оразалы көкеме, Замахан көке, шапаныңызды алыңыз келді. Абдыразақ көкеме, Құралбек көкемдің үйіне келіңіздер біреуіңіз. Жақсылық көкемдің үйіне. Кигізіп беріңдер, кигізіп. Барлығын өз размеріне кигізіп беріңдер. Мына соғыстың осындай Орекең айтты ғой, зардабын қияр кесіп соғыста қанша адамдарымыз қал кешіп қайтыс болып кетті. Енді сол кісілерді еске алып, осындай нәрсе өткізіп жатырмыз. Мынау обелискіні қойған мақсатымыз келешек ұрпаққа, келешек балдар, жастар, алдындағы әке-шешелердің, бабаларының істеген істерін өздерінің есіне алып тұруына, жақсы жолда жүріп, қаһармандықпен, күштің, еңбектің не екенін біліп жүруіне арнап істеп жатырмыз. Бұл тасқа жазылған нәрсе өшпейді, Құда қаласа. Барлығына кигізіңіздер. Бидің шапанын әкелдер, бидің. Жаңа Қаныбек інім айтты ғой, мына бидің еңшегін. Бұның ауылымызда, Оразалиев ауылында бірнеше би өткен. Барлығы өз жұмыстарын атқарған. Өздерінің қызмет істеп жатқан кезінде өздеріне лайықты жұмыс істеген. Ал енді солардан кейінгі сайланған би жастармен жұмысты жақсы істеп отыр. Өте жақсы, үлкендермен араласуына, жастарды жұмсауына, ауылдың кез келген мәселесіне өз қолын септігін тигізіп жүрген азамат. Рахымға бір шапан жабыңыздар, шапан. Аралық қағаз хат келіп, Бір тұр ортаға. Қызметті істедіңіз
Меніңше Берікбай бар ма, Берікбай? Нұрсей, Еркінбек. Еркінбек қайда, Еркінбек? Алшынбек, Явыт. Осында мен Рабиға деген әкпе отыр. Осы бастаманы бастап, енді қаражатсыз ештеңе болмайды ғой. Ауыл адамдарына рахмет. Ешбіреуі қарсы шықпастан, қолындағы барын әйтеуір отан соғысы ардагерлерінің осындай қасына арнайы керек деген адамдар өздерінің жұмыстарын атқарды. Үлкен рахмет ауылдың жастарына, ата-аналарына, соларды тыңдағандарына. Енді соның ішінде Оразалиевтер әулетінен Рабиға деген әпкем отыр осында. Қалдар бүгін қайда қалдар? Құрметті ел ағалары. Еркінбек қалдар, Рабиға әпкемізді төрге шақырайық. Құрметті ел ағалары, естелікке суретке түсіп алсақ. Жақын тұрыңыздар, естелікке бір суретке алайық сіздерді. Бер жақындаңыз. Суретке киноға түсіре беріңіздер. Мен осы бастамадан кейін жасыратыны жоқ қой. Осының бары қаражатқа тірелетін болғандан кейін осынша жасқа келіп мен әпкеме ямаса кісілерге барған емес едім. Бардық, Әлбек көкемді алып. Міне Құда қаласа, осы кісі өзінің үлкен үлесін қосты. Осы кісіге бір ауыз сөз берейік, одан кейін мен тағы да бір ауыз айтам, содан кейін түсеміз. Әпкеме, міне әпкеме үлкен шапан жабамыз. Құрметті ағайын туыс бауырлар, біздің ата-бабаларымыздың, әкелеріміздің кіндік қаны тамған жер, сол үшін бізге ыстық бұл ауыл. Бүгін үлкен игі істі шара өткізіп жатсыздар. Құтты болсын. Өте бұл керемет. Кім тапса да енді өте жақсы ойластырған екенсіздер. Құтты болсын. Ата-бабаларымыздың аруағы риза болсын. Біз енді осы ауылға жылына бір рет, екі рет келеміз. Енді ораза айында обязательно келеміз, одан кейін бір ремонт жасайтын кезде бір келіп кетеміз. Бірақ жаңағы 20 жыл, 30 жыл бұрын, 10 жыл бұрынғы ауылмен салыстырғанда қазіргі ауылдың жағдайы өте жақсы. Соған біздің көзіміз тойып, сүйсіне қараймыз. Себебі бұрын кепе-кепе үй болса, қазір қарасаңыз, бәрінде зәулім үй, керемет жаңағы жолдар салынып, керемет ауыл көркейіп жатыр. Кафелеріңіздер бар керек десеңіздер. Жаңағы клубтарыңызда жақсы ремонт жасап қойыпсыздар. Соның бәрін көріп біз қуанамыз. Қолымыздан келгенше үлесімізде қосамыз. Енді Қалдан ағамыз келе алмады. Ол кісі енді көп жүрді осы жолы. Жақында ғана кетті, бірақ барлығыңызға дұғай сәлем айтты. Бірақ ол кісі көп үлесін қосып жатыр. Оны өздеріңіз де біліп жатырсыздар. Сіздерге көп рахмет. Ағалар, жаңа жақсы сөз айттыңыздар. Барлығы үлкен рахмет айтамыз, ризамыз сіздерге. Бәріңіз аман болыңыздар, көркейе беріңіздер. Балаларыңыз, ұлдарыңыз, қыздарыңыз өсіп, өніп, осы ауылымызды көркейтіп, үлкен дәрежеге жете берейік. Рахмет сіздерге. Рахмет. Бұл кісінің үлесі өте зор. Ол кісінің әулетінің үлесі зор. Өздеріңіз білесіздер, мынау асханамыз бар, мектебіміз бар, ауылымыз бар, жолымыз бар дегенде. Енді мен айтайын дегенім, 1937 жылға тыл еңбек ардагері деген куәлік берілген. Сол тыл еңбек ардагері деген кісілеріміздің көпшілігі қайтыс болып кетті. Соның ішінде әйел адамдардан 3 кісі бар бізде. Бұлар мынау Төрегелдиева Құлқаныс апамыз, Қожатаева Зефер апамыз, мына Шіркіннен Төледияров
Төледияр va Amankul apamiz. Осы кісілер шақырып, о кісілерге бір орамалын жауып жіберейік. Одан кейін айтайын дегенім, мына Шіркін ауылы бір атаның баласымыз. Жатқан жерімізде бір, жұмысымызда бір. Сол Шіркін ауылындағы Алакүш ағайындарды басқарып, осында үлкен үлесін қосып отырған мына Төледияр Мұхтар ініміз. Одан кейін айтайын дегенім, мынау Қалдар көкемнің балдары. Қалдар көкемнің балдарына бардым мен. Сөйтсем, біздің марапат, біздің қаражат барлығы бізден, бірақ менің әкемді марапаттаңдар, менің әкеме шапан жабыңдар, менің әкемді қарап қолдап жүріңдер деген еді. Сол енді Қалдар көкемді әдейі шақырып отырмыз. Одан кейін үлкен азаматтардан мынау Аманов Мырзахан көкемнің балдары, Мырзагелді Беркінбектің баласы Батырбек. Ойын айтайын деген мынау Аманбаев Қарнақбай көкемнің қызы. Айымторы. Бизнесмен. Ал енді осында мынау Ортайып Арыстан отыр. Осы Ортай Ақсақалдың қарындасының немересі болу керек. Айым қызы, Айымгүл деген қызымыз Ақтөбеден өзінің осындай аталарының осындай үлкен жұмыс істеп жатқан, Алакүштің істеп жатқан жұмыстарына сәлемдемесін салып жіберген. Одан кейінгі мынау ырыс ініміз ең бірінші бастаманың басында өзін үлесін қосқан. Енді мен Рысқұл, енді мен айта берсем үлес қоспаған адам қалған жоқ. Одан кейін мынау қыздардан Жандарбаев Исақ көкемнің 5 әпкесі бар. Солардан тараған қыздар, жиендер өздерінің үлестерін қосты. Одан кейін мынау Төрегелдиевтерден Мәмет деген мынау Шапырастыдағы жиеніміз үлесін қосты. Дәл бүгінгі күнге Гүлжан деген әпкеміз Шапырастыдан жиендер үлестерін қосты. Енді мынау бүгін келе алмай қалды арамызда. Осы ауылдың жиен қызы, өздеріңіз білесіздер, Базар қыз деген апаның қызы Сәлима. Енді бір жағдай болып, үйінде үлкен ауырлық болып, келмей қалды. Ол кісі де өз үлесін қосып жатыр. Махан атаның қызы Рабиға әпшеміз үлесін қосып жатыр. Түлкібастан кейін. Енді айта берсем, барлығы үлестерін қосты. Шамамыз жеткенше мына тірлікті тұрғыздық. Жақсылы жаманды қабылдаңыздар. Бүгінгі мейрам құтты болсын. Тек қана жақсылықта жолға берейік. Бұл анау-мынау неден шықпайды екен. Ұстары жоқ қылыштың өткірінен не пайда дейді. Бірлігі жоқ туыстың көптігінен не пайда дейді. Ағайындарды 41-ші жылы азанғы кез барлығын алдағы кешірек болар, алдағы еркектердің бәрі мына бірінші дейміз. 6-7 шақырым жердегі сөрде контор болып, сөрде не болады тұғын? Шығады. Сөрге ағайындардың бәрі шақырып, енді айтайын дегенім, сөрде өз ағаларымды сол жерден қоссасып, беттерінен сүйіп, содан қалған ұрпағы мен. Сонда бірінші атамыз Қалдыбек Қосалиев, өдеке мына Оразалиев деп Байтұрсын, Молбай, Көлбай, осы ағаларымның барлығы көбісі біраз үйленбеген, бірі соның ішінде менің әкем де бар. Осылар осы кісілердің барлығынан үшеуі армияда, үшеуі келіп, үшеуі сояқтан құрған болды. Сөрде отырған мінеке мені жаңағы Рабиға қарындасым айналайын, Молбайдың қызы. Сонда ағам айтып, аға келіңіз, сізді күтем деп, менің әкем де бар, барлық кеткендерден. Содан бері қарай 80 жыл өтіпті міне.
mına kelgen adamlar Allah ömür versin. Mına arta kalan kızları, balları oslarga bakıp kuş konup Hıdırları versin. Rahmet. Al, mına er ağalar, kişkene kütüңүздөр, menin öz kolummen däl keşegi günü öz kabar bargalı tokugan kolorum alın. Sizlerge ana emne oramal ton bolmay yol bolat dep kızın yol yürüyüşke oramal alып bergenim koy. Al. Ostan keyin barlıklarınız oturunuzlar. Hürmetli aksakallar, tez rahmet gelgenlerinize otura verseniizler boladı. Şart bileyim bak. O şaka şarası. Şapancak. Ahmet Bek kızı Ayımkın'da Oraz Göküm görmegenime 7 yıl oldu deydi. Sol kızben kezdesiydi Göküm. O sağolduğun kızı. Al endi sizler tez oturuğa bolat. Endi menin ülke bir aytatın ängimem var. Osunda 1937 yılғы көзі тірісі кезінде мынандай гранит тақтаға түсіп отырған 3 апам бар осында. Қожатаева Зегер. Бірге шығыңыз апа Төрегелдиева Құлқаныс. Төледиярова Аманкүл. Аманкүлдің орнына Айтгүл келсе болады. Келін ғой, кімді? Мұхтардың ойын ғой. Мұхтар үшін знакады ғой, үш адамды. Құлқаныс апа, әне келер. Шешелер келемеген ғой. Оу! Құралбек Көкемнің шапанын алыңыз. Жақсылық Көкемнің үйінен бір келді ма келсінші. Bir minut. Осы жерде Ахметбек деген кісі өткен. Біздің ағайын туыстары еді. Кезінде қайтыс болып кетті да Толғанай деген жеңгеміз сол неге барып, қай жер Мақтал деген жерге барып, сояққа көшіп кетті. Соны біздің білместігімізден болуы мүмкін. Бүгін кемшілік үлкен ауырмашылығымыздың жоқтығынан болуы мүмкін. Соны іздеп бармай, бүгінгі күнді соның қызы, менен 2 жас кіші, Айымкүл, біз Айшан дейтін. Соны мені қатты ұялтып отыр. Содан бері бір рет іздеп бармадыңыздар. Көрдіңіздер ме? Біз қандай тас бауырмыз. Ағайынды туыстар іздемейміз. Соның кінәсін сәл де болса жуу үшін мен мына өзіме берген шапанды болса Айшан менің қарындасыма бермесін. Bir kalça болады. Өзіңе болмаса, анау жиендеріміз бар, соға бересің. Рахмет. Ama болайық. Ayıp Rapke. Zamir Rapke var mı ortamızda? Zamir Rapke. Zamir Rapke'yi çağırdılar şimdi.
Yok, Bakırak Bey, ko'kam şafanını alıp ketiniz. Саламатсыздар ма? Мына биздин элге бүгүн үлкен кубаныч болуп атыр экен. Осы Жан-Жактан келген акпелерди төркүндөп кеп атыр. Сол үчүн мен осы төркүндөп келген үчүн акпелерге кичкене гана бир сетер барымдар, соны кабыласын. Айыптанып мына арнайымыз жеге жешеміздің десі бар екен. Замир әпке, ойламаңыздар, бүгін өз үлкен осы кісілердің жасын берсін деп отыр. Үстіне Құдайға шүкір келді емес, шапандан да келді емес, орамалда да мына үлкенді сыйлау қазақтың бұрыннан келетін салты. Ал жадырап жүріңіздер Айыпбай. Қыздар келіп жатыр мына төркінге. Al kutu olsun apalar. Kulkun Tokunu'nun zam akımı Meyircan. Buna hizmet isteyen çiftlerge maqtav gramotunu tapsırады. Kim geldi? Ayıpbay, Ayıpbay. Anlattınız hiç. Al bana şişaramızın yerimiz ayakta alıp gelip siyapatlar. Kadir Caksar'ın hangi жалғыз. Апаларды отырыңыздар, рахмет, орындарыңызға орындарыңызға рахмет. Апаларды орнына отырыңыздар. Рахмет, риза болыңыздар. Мына кішкене. Мына мақтауларыңыздар бар екен. Arafat'ı verip alayım bana. Arafat'larda. Ақжаулық аналарымызға ерекше алғыс білдіреміз. Орындарыңызға жайғасуларыңызды өтініп сұраймыз. Дәл осындай алғыс хатпен Тұпшақбаев Қаныбек марапатталады. Дәл осындай алғыс хатпен Ортаев Арыстанбек марапатталады. Дәл осындай алғыс хатпен Дүйсенбеков Берікбай марапатталады. Дәл осындай алғыс хатпен Ізбасаров Тазабек марапатталады. Дәл осындай алғыс хатпен Жандарбаев Рахым марапатталады. Дәл осындай алғыс хатпен Сейдали Бекежан марапатталады. Барша марапат иелерін марапаттарымен шын жүректен құттықтаймыз. Мәкен, ортаға тұрсаңыз, еселікке сөйлеспесі болайық. Выходи
қошеметтеп отырамыз. Ой, жарайсың, Санжар. Осы кезде отырған, ішіп отырған адамдардың бәрі, ағайын туыстарын барлығы қабыл еттім. Ол жерге барғанда адамдар жердегі болған өсін. Мынау артымыздағы қалған жастар айналайын. Сендерге өмір берсін. Мынау істеп отырған ағаларымның мынау істері қабыл болып, жақсы мәкен тіршілік келешектегі. Өзімізді мынау өсіп келе жатқан балдары осыны мәслихат жасап аңдап отыра берейік. Аумин. Askarlarga qarangizlar. Барлықтарыңа Алланың рахымы, пайғамбардың шапағаты тиюге Алла нәсіп етсін. Міне 2 ғасырдың адамдарын мына дүниеден өткендерді еске алып отырмыз. Солай ғой. Әруақтар ырза болсын. Соғысқа қатысқанымыз бар, қатыспағаны бар, еңбек ардагерлері дегендер бар. Міне солардың әруақтарын ырза болып, артында қалған мына ұрпақтары мына үлкен тірлік істеп жатыр. Тұрар Рысқұлов атамыз айтып кеткен екен, елім бар жерде мен де бармын деп. Міне елде болғаннан кейін бәріміз сол әруақтарға тәуелді болып отырмыз. Солардың әруақтары ырза болса, біз де ырзамыз. Мына ішіп жеп жатқан ауқатымызда бойымызға себет деп ойлаймын мен. Жақсы күндерде бас қосуға Алла нәсіп етсін. Әсіресе мынау Қаныбек өзінен бастап қызмет істеп жатқан азаматтарға, оның ішіндегі мына менің пашти немерем Рахымға осы кейінгі жылдары, осы кегелі бері қарай әркімнің өзінің нәсібесіне қарай болады дейді. Міне Құлатай атамыздың бір аулаттық. Естен кетпейді деген әңгіме айттық. Одан қала берсе міне еңбек адамдары деп атамыз. Президенттің айтқаны бар мына, биылғы жыл еңбек жылы деген. Міне соған қарай тура келіп тұр. Міне соның әруақтары ырза болсын, ел жұрт аман болсын, көргеніміз жақсылық болсын. Осындай қуаныштарда бас қосуға, бұның арты жақсы тойлар болсын, әрі шаңырақта. Алла жақсылығымен жарылқасын, бәріміздің деніміз сау, төтенше жағдайдан сақтауға Алла нәсіп етіп, көргеніміз жақсы, береке елдің бірлігі кетпесін, деніміз сау болсын, ынтымағымыз арта берсін деген келеді. Рахмет. Ал, мына алмын деп ас тамақ кеп жатыр екен, тағы заман бүгінге бір бата қайырыз тамақ кеп. Алла басымыздан бақ кетпесін, деніміз сау болсын, ынтымағымыз арта берсін, ішкен жегеніміз пал болсын, көргеніміз жақсылық болсын, береке бірлік кетпесін. Амин. Қайырлық берсін, жаратқан жақсылығын берсін. Құдайым елімізге көл-көсір бақ дәулет берсін. Әр адамның басына ақыл ой сана берсін. Әр бір жанның бағын аулап жана берсін. Жер басып жүрген әр пендесіне Алла Тағаланың шексіз нұры жауа берсін. Ассалаумағалейкум, құрметті мына мерекеге қатысып отырған қонақтар, ауылының жігіттері,
бәріңізді мынау кіріп жатқан 80 жылдық жеңісіне мейраммен құттықтаймын. Бәрімізге денсаулық берсін. Мынау рахмет саған. Өте жақсы мемориалны орнатыпсыңдар. Рахмет. Бәріміз Құда қалап несіп қылса, кейінгі осы жылдарға да аман есен жете берейік. Ал құрметті ағайындар, мынау Оразелиев ауылының құрметті де ардақты ағайындар, туысқандар, мына көрші ауылдан боламыз біз. Мәдени, азыр Қанқорған деп атын ауыстырып алдық. Ала күштер боламыз. Сол мынау келіп жақсылықтарыңызға қатысып, қуанып, керемет іс-шара өтіп жатыр. Ауылымызда мына ақсақалдар келген, мынау дәмханаларыңызды да көріп, қуанып, өзімізде де бар, Құда қаласа артақ бер жағын жинастырып, осындай бір керемет дәмханамызда ауылымызға бергенбіз. Құрметті ағайындар, аман болайық. Мынау 7 май елді қорғау мейрамы құтты болсын. Ертең келе жатқан 9 май сол сияқты ер жігіттер аман болсын, ағайындар аман болсын. Мына сиқымнан тараған Борас баба ұрпақтары бөлінбей, бірге ақылдасып шаруа бастағанымыз. Құда қаласа мынау Борас баба тура трассаның бойында, соның бойына мен деген жігіттер үлес қосуға шақырамын. Ер жігіттер, өте бір жолдың бойы керемет жер. Соған кімнің қалай мынау Борас бабадан тараған 4 ата, Асан Сиқым, Құлбайымбет, Есті, Алакішек, қыз алыспаймыз деп пәтуа қылғанбыз. Сол пәтуамызды ұстап тұруға Алла нәсіп етсін. Сол ұл қыздарыңызға айтып жүріңіздер, Борас баба қыз алыспаймыз деп пәтуа қылдық па, сол ұстап тұруға Аллахым әйтеуір соны бір жақсылықпен Борас бабаның туын көтеріп, Борас бабаның әйтеуір мынау кесенесін жан жағын гүлдендіріп, керемет бір зиярат қылатын, өтіп баратқан адам басы бұрылып қарайтындай қылып әдемі жасауға нәсіп етсін. Алла разы болсын. Осы ауылдың жігіттеріне, қарияларына, ақсақалдарына үлкен рахмет. Ауылымызға бар мақтанып барамыз, көрсетіп барамыз. Осындай іс-шара болды. Осындай бір керемет үлкендерді сыйлап, жаңа дастарға неде, сахнада не бір апаларымыз, 80-ге келген апаларымызды көріп, Ұлы Отан соғысына қатысқан қарияларда қалмады деймін. Қалғандарға білмейм 5 миллион беріп жатыр деп естіп жатырмыз. Аман болыңыздар. Қанқорған елді мекенінің атынан осы жерде ағаларым отыр, көкелерім отыр. Жалынды сәлем. Рахмет сіздерге. Құтты болсын 80 жылдығымыз. Мына үлкен іс-шара өтіп жатыр екен. Пелері көгі, мына ауыл бие рахым, мына үлкен ағаларымыз, інілеріміз. Рахмет, өте керемет іс-шара өтіп жатыр. Не деймін, ынтымағымыз жоғалмасын, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Әр уақытта бірлікте болайық, Құдай қаласа. Мына ниеттеріңіз қабыл болсын. Рахмет. Рахмет баршаңызға. Дастархан басында жерден бәрі айтылды. Бірақ мынау біздің бір бабамыз айтылмай қалды. Тұрғанәлі Сейдалиев деген кісі болады оны. Жас кезінде исполкомның председателі болған мынау Төле би ауданында, Ленгер ауданы болады онда. Сол кісі соғысқа барып бір үлкен ненің командирі болды. Сөйтіп капитан званиясымен Сталинградта жоқ болып кетті сол жерде. Сол кісіні де еске алайық. Енді әкем өзі 30 жыл шекарашы болған. Мынау Смерчат деген отрядтың бастығы болған. Контрразведканың бастығы болған. Сөйтіп мынау 30 жыл шекарада болып, біздің менің ағаларым, әпкелерім бәріміз шекарада толды.
Соны не дейміз, бұл күн енді бізге өте жақсы мейрам, айналайын. Жақсы мынау жігіттерге рахмет. Осы жердегі інілерімізге ініме рахмет, айналайын. Осының бәрін құрып, жақсы жасап, осы екі памятник құрып, айналайын. Рахмет сендерге. Сендердің істерің алға баса берсін. Мына қолымыздан келген көмекті береміз, айналайын. Енді мен шал болсам да, пенсионер болсам да, әлі жұмыс істеп жатырмын. Так что бизнестеміз мына. Қолымыздан келген көмекті береміз, айналайын. Бәріңіз аман есен болыңыздар. Осындай мейрамдарда жақсылықта кездесе берейік, айналайын. Рахмет, Болат көке. Ал еркісіне сөйлеп. Сыр қасындай дос қалдың өзім десем көкбейім дос қаламай қайран дүние артындай дос қалама ой дүние әзәзілге сендіңге жамандыққа көндіңге халқым деген қапесті халық жауы дедіңге игигай 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 айқын. Биыл 80 жыл толып отыр. Бұл мерекені лайықты атап өту қазіргі ұрпақтың басты парызы деп білеміз. Ананы баласынан, ағаны бауырынан айырып, мыңдаған боздақтарды жер жастандырып, бөтен елдің топырағын бұйыртқан зұлмат соғыстың өлшемі адам өмірі мен тағдырымен бағаланып, өте қымбатқа түскен жеңістің аяқталғанына 80 жыл.